Қайырлы күн, достар. Тұшпараның рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Астықтай өте дәмді. Міне 500 грамм ұн, бір жұмыртқа, сұйық май, кішкене тұз. Егерде көп отбасы болатын болса, 1 килограмм ұн, 1 килограмм фарш болады. Міне кішкене тұз салдым. Қазір мен айластырамын осылай. Суға салмай осылай ыңғайлы маған, тезірек те болады сияқты. 1 жұмыртқа, 1 столовый ложка сұйық май, салқындау су, осылайынан иілеп, иіғанғаша иілейміз. Керегенше су құямыз. Кейбір ұлындар су көбірек құю керек, кейбір ұлындарға су азырақ құю керек. Бірақ 1 килограмм ұнға 300 грамм су кетеді. Еттің қамыры сияқты иілейміз жақсылап. Езілмейді, нетпейді. Пельмен істеп қатырып қоюға да болады. Нан езіліп те кетпейді, жарылып та кетпейді. Қатырса тоңазытқышқа осылайынан жақсылап бейін қандырып, басып иілейміз. Осылайынан иін қандырып, төңкеріп қоямыз. Біраз тынығады. Мен фаршын дайындап болғанша біраз 10-15 минуттай тынығып тұрады. Осылайын жауып қоямыз. Міне фарш. Міне пиязды неге блендерға осылайынан өгіп алам, езіп. Осылайынан тураймыз қазір. Осылайынан турап блендерға саламын. Осылайынан салып шығамын. Білмейм. Осылайынан басып еземіз. Езіп болдық. Енді мұнаны саламыз осылайынан фаршқа. Қолымызбен ішін бәрін тазалап. Содан кейін жұмыртқаны қосамыз. Одан кейін аздап бұрыш, осы бұрыш, ащы бұрыш аздап, негізі 1 чайный ложка бұрыш. Орта қасық тұз соламыз. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқа қоссам, фарштың басы бірігіп әдемі болады. Особенно мантының фаршына қосқанда өте керемет болады.
осылайынан жақсылап араластырып аламын. Енді осындай кішірек қып домалақ қып жаямын. Өте жұқа емес, өте қалың емес қып жайып аламын. Фарш әкеп қойдық. Осылайынан жақсылап жаямыз. Екі шынаны жайдым қазір. Домалақпен осылай домалақ қып кесіп аламын қазір. Тез істелінеді. Осымен қазір домалақ қып кесіп аламын. Міне осындайдың үлкені кішкентай бар. Кішкентаймен кессеңіздер де болады. Мен үлкендеуімен кестім. Осылайынан аламыз. Сосын кейін осындай қылып алдық. Фаршты осылайынан салып аламыз қазір. Осылайынан бүкіліне салып аламын қазір.
Осылайынан салып шықтық, осылайынан істейміз. Түгеліне салып шықтық. Осындаймен еттім, кестім. Не үлкенімен, не кішісімен кессеңіз болады. Мына мен үлкендеуімен кескен. Өте ыңғайлы, орташа болып шығады. Мына істеп болдық. Мен суымыз қайнады. Суға 1 чайный ложка тұз қостым. Өзіңіз дәміне қарай қосасыздар. Мен пияз қоспадым. Пияз қосты, укроп қосты. Қосса да болады. Осылай айырастырып, бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан бастап 10 минут қайнатсақ жетеді. Міне, өте керемет қайнап жатыр. Өте керемет. Больницаға да, қонаққа да пісіруге болады. Сорпасы өте майлы болып пісті. Осылайынан сорпасымен құямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Қатырсаңыздар да болады морозилкаға. Сразу пісірсеңіз де болады. Қатырсаңыздар жарылып, нанымыз сынып та кетпейді. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін.